Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тіл майдан жалғасып жатыр. Достар, қазақтарға қатысты, мынау тілге қатысты келіспеушілік болса, біз 7 жылдан астам жұмыс істеп жатыр осы тіл заңнамаға қатысты. Сондықтан, егер де заңды білмесеңдер, әсіресе орыс тілін қорғаушы қазақтар, өтініш осы қазаққа қарсы шықпаңдаршы, жекеме шығып айтыңдаршы. Осы бөтен ұлттың мүддесін қорғап, сен арандатушысың, біз сені табамыз, сындырамыз деген өзіміздің қазақ бауырларымыз көбейіп кетті. Соларға айтарым, мен табу оңайды, телефоным бар ғой. Табыңдар, келіңдер. Бірақ мен Кавказ халықтарына риза боламын да, солар мысалы осындай жағдай болып қалса, Кавказ халқы соның бір қандасы дұрыс болмаса да, соны өздері шешетті, өзіміз ешкімге боғау сөз айтқызбайды, ұрғызбайды, айтады, біз оны өзіміз шешеміз, тиіспендер деп. Ал біздің қазекендер бір-бірін өлтіруге дайын. Бұл құлдық тактикада мынау Ресей генералы мынау 18-ші ғасырда қолданған. Қазақ халқын жиналмайсың. Балтамен шапсан да, қылышпен де, сексауыл секілді. Бірақ бір-біріне соқсам бытшын шығады деп. Соны өтініш сондай. Орыс тілін қорғап жүрген қазақтарға өтініш. Өз ана тіліне қарсы шықпаңдаршы, сіздерден сұрайтын. Үндемей салыңдар, соң қайтесіңдер, сол орыс тілін қорғайтын өз мемлекеті бар. Біз өз мемлекетімізде өзіміз қазақ тілді қорғап жүрген азаматпыз. Сондықтан о жақта орыс мемлекеті бар, орыс президенті бар. Орыс тілін Ресей Федерацияның заңдары қорғайды. Сондықтан бізде өкінішке орай қазақ заңдары қорғамағасын, осы тіл майдан жобасы сол үшін ашылды. Айтарым сол.